Мінекей тағы да мен келдім әкімдікке. Бағана түсте кет қалған, интернетім бітті, қазір енді барлығы бар. Айзада Құрманова маған айтқан болатын, кеше сағат 3-те кел деп. Бүгін таңертең қоққан лоқы көрсеткен сөзбен енді олардың Меруерт деген мұнда бөлім басшысы. Енді кеше көрсеткендей сауатсыз бір дүрекілеу келіншек па қыз ба. Енді қазір ол жиналыста Құрманова 3 тұр ғой, мінекей. Қазір 4-тен кетіп бара жатыр. Мінекей осындай өтірік. Құрманова келесі рет өтірік алды батыр мені. Ал Сқақов шыққан жоқ. Сқақов шоуға ойы да жоқ. Енді 1,5 жыл шықпағасын, енді ол енді өле өлгенше не шықпайды, не қабылдамайды, бізде солай. Мінекей мен бүгін 3-ші күн түстен кейін кетті. Сқақовтың кіреберісінде тұрмын. Енді адамдар келгенде оны үйге тым болмаса кіргізеді ғой. Үйдің коридорына былайша айтқанда. Мұнда әйтеуір мені қорада сияқты ұстап тұр. Холдарына да кіргізбейді. Өйткені мен Бейсенбай тегімін. Өйткені мен қазақ тілін талап етушімін. Осындай масқара әкім кетсін. Тоқаев, президент мырза, мен сізден кезекші рет өтініп тұрмын. Сқақовты алып тастаңыз.